Аты жөнім Алишер Абатов Алишер Мирабдуллаевич. Мен өзім врач-анестезиолог-реаниматологпын. Мен осы Атырау ОПЦ, Атырау облыстық перинаталды орталықтың жансақтау бөлімшесінде қызмет атқарып келе жатқаным уже 7 жылдай болды. 19 жылдың басынан бастап келдім. Және келіп, осы жерде бастапқыда анестезиолог-реаниматолог дәрігер ретінде жұмыс атқардым. Және одан кейін осы жердің қазіргі таңда бөлім меңгерушісі қызметін атқарып келе жатырмын. Өзі медицинаға келген жайым, жас кезден өзі медицинаға бару менде өзі мұным болды, планым болды, дәрігер боламын деген жас кезде. Содан кейін 11 класты аяқтағаннан кейін Шымкентте государственный медициналық колледжінің емдеу ісі бойынша фельдшер акушерка деген аяқтап, бітіріп, дипломын алып, 2004 жылы Қарағанды мемлекеттік медицина академиясының емдеу ісі бөліміне оқуға түстім. Және қалған оқуымды ары қарай дамытып, сол Қарағандыда 2010 жылы оқуымды аяқтап, және Қарағанды облысында сол жақта жұмысын атқара бастадым. Және ол жақта 8 жылдай жұмыс атқарғаннан кейін, осы Атырау өңіріне анестезиолог-реаниматолог дәрігерлердің жетіспеушілігі тапшылығын ескенден кейін, енді бұл мамандық Қазақстанның барлық жерлерінде жеткіліксіз. Соған қарағанда Атырауда өңірінде өте қатты тапшылығын ескергеннен кейін, осы жерге резюмемді лақтырдым. Және осы жерге резюме лақтырғаннан кейін, осы кісілердің келуіме және менің отбасылық жағдайыма жағдай жасайтынын ескертті. Сондықтан біз осы жерге келіп, Аллаға шүкір, альхамдулилля, қазір өз жұмысымды осы жерде Атырау халқына және облыста қызмет етіп атқарып келе жатырмын. Енді бұл негізі мамандық, негізі өте қиын, дәрігерлік мамандық негізі оңай емес. Соның ішінде ең күрделі және дер кезінде решение шығаратын және сондай өзінің бір қағидалар бар мамандық. Сондықтан осы роддом, жүкті әйелдермен жұмыс істеу қазіргі таңда өте жауапкершілігі жоғары және ондай жауапкершілікте көп дәрігерлерді негізі төзімсіз болып келеді. Соған қарамай біз енді осы жерде өзіміздің ординаторлар болып осы жерде жұмыс атқарып келе жатырмыз. Күнделікті күн барысын таңертең жұмысқа енді таңертеңмен келеміз. Негізі жұмыс басталу уақыт 9, бірақ біз 8:30, 8:15-те жұмысқа келіп атамыз. Және келгеннен кейін мен бөлім меңгерушісі болғандықтан түнде кезекшіден шыққан дәрігерлерден іште жатқан науқастардың обход және таңғы қаралу болады. Сол таңғы қаралудан кейінгі күнделікті жоспарлы оталарға анестезиолог дәрігерлерді бөлеміз. Кімнің қай жаққа баратынын жоспарлаймын. Содан кейін барып, сол жоспарлар бойынша жұмыс жүріп жатқан жерге барып, қарап, если менің сложный бір қиын патологиясы бар әйелдер болатын болса, немесе оталар болатын болса, сол оталарға қатысамыз және сол оталарда жауапкершілікті өз мойнымызға алып, ары қарай жұмысты аяқтаймыз. Және іштегі жансақтау бөлімшесіндегі науқастардың лечениясы, олардың жүріп жатқан барысы, анализ талдау, әртүрлі инструментті тексерулерден өткізу және консультанттармен ақылдасу, сондай жұмыстарын жүргізіп жатамыз. Енді біздің мына ОПЦ-да, ауруханамызда гинекология бөлімі бар, және неонатальный хирургия бөлімі бар. Және неонатальный хирургияда бізде жаңа туылған нәрестелердің қандайды бір жедел түрінде ота керек болатын болса, сол оталарға өзін барып анестезия және наркоз береміз. Сол құттай балалардың өмірге деген ары қарай өмір сүруге ықпал ететін оталарын қажетті болады. Ауыр жағдайлар, енді шала туылған нәрестелер, көзіне операция және хирургиялық, немесе кардиологиялық, немесе нейрохирургиялық оталар болады. Әртүрлі травмалар возможно. Мысалға, сондай оталарға біз Атырау облысы бойынша бір айға дейінгі балдар осында оталар жасалады. Бәрі шұғыл түрде оталар осында жасайды, соларға анестезия береміз және өзім қасымдағы жас мамандарға сол өзімнің жасап жатқан істерімді үйретіп, қарап, сондай өзімнен кейінгі маман дайындап келе жатырмыз.